Бүгін таңғы сағат 10:00 шамасында Түркістан облысы Сарыағаш ауданы Ақжар ауылы Мәңгілік көшесінде тұрғын үйде ақаулы пештің дұрыс жұмыс жасалмауы салдарынан қатты отынның жану өнімдері толық жанбай, көмірқышқыл газы үй ішіне тарап, салдарынан 7 адам улану жағдайы тіркелді. Қазіргі таңда уланған адамдардың денсаулығы қалыпты жағдайда. Тұрғын үйдің иесі өрт қауіпсіздігі қағидалары талаптарын бұзған үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 410 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Құрметті облыс тұрғындары, осындай жағдайлар әр үйде кездесуі мүмкін. Сондықтан сіздерді пешпен және оның мұржасын жылу беру кезеңінде тексеріп тұруға шақырамыз. Ақау байқалса, өз бетінше жөндеуге тырыспай, міндетті түрде маманға жүгініңіз. Үй ішінде көміртегі тотығын анықтайтын датчик орнату өміріңізді сақтап қалатын қарапайым әрі тиімді шешім. Біз әрқайсыңыздың қауіпсіздігіңізді қамтамасыз етуге мүдделіміз. Осы оқиғадан сабақ алып, қауіпсіздік ережелерін қатаң түрде сақтауға шақырамыз.